Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге көлемі өте үлкен болып шығатын балды торттың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Алдымен ыдысымызға балымызды құйып аламыз. Газымызды қосып, орташа отқа қоямыз, және де осы балымыздың үстінен 1 шай қасық ас содасын саламыз. Осы массамызды үздіксіз араластырып отырамыз. Бізде дәл осылай көпіршікті реакция пайда болады. Араластыруды жалғастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массамыз 2 есеге ұлғайды және де түсі өзгеріп келе жатыр. Міне біздің массамыз осындай қызыл түске енгенде газымызды сөндіріп, үй температурасында мұздатып алатын боламыз. Және де осы уақыт аралығында біз қамырларымызды дайындап алатын боламыз. Таза ыдысымызға сары майымызды және жұмыртқаларымызды салып аламыз. Үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыздың үстінен сұйық майымызды да құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылады. Мен осылай ұнды аз-аздан сала отырып араластырып алдым. Ұнды дәл осылай елекпен өткізіп салған дұрыс, сонда біздің корждарымыз әдемі болып көтеріледі. Осы қамырлы массамыздың үстінен қызартып алған балымызды салып, ең әуелі қасықпен араластырамыз. Кейіннен дәл осылай қолмен араластырсаңыздар да болады. Себебі біз енді бұдан жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Дәл осылай массамыз қоюланғанша ұндарымызды електен өткізіп салып отырамыз. Және де осы аралықта мен разрыхлитель салып алдым. Араластыруды жалғастырамыз. Осы бізде ұнымыздың соңғы бөлігі, осыны жақсылап араластырып аламыз. Осы аралықта пешімізді біз 180 градусқа қыздырып алатын боламыз. Бізде дәл осындай сұйық масса пайда болды. Қатты сұйық емес, қою емес. Енді осы массаларымызды ортасынан теңдей 2-ге бөліп алдым. Қаласаңыз 4 корж жасасаңыз да болады, бірақ мен 2 корж жасадым. Формамызды алып, бетіне пергамент төсеп, бұған ұн жағып шықтым. Қаласаңыздар май жақсаңыздар да болады. Формамызға тесталарымызды жайғастырып аламыз. Мен тестамыздың үстінен де ұн септім, себебі жаюға ыңғайлы болады. Тесталарымызды барынша үлкейтіп жайып аламыз, және де алдын ала қызып тұрған пешімізде 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мен осы аралықта қайнатпалы крем дайындап алдым. Жасалуы өте оңай. 4 ас қасық ұнға 4 ас қасық қант қосып, дәл осылай видеодағыдай етіп араластырып аламыз. Газге қоятын ыдысымызға осы массамызды салып аламыз. Және де үстінен 300 мл сүт құйып, араластырып алатын боламыз. Оның үстінен 200 мл су құямыз, оны да толығымен араластырамыз. Газге қойып, орташа отта қайнағанға дейін тоқтаусыз араластырып отырамыз.
Міне біздің креміміз қоюланып, қайнап шықты. Енді осы кремімізді астын өшіреміз. Осымен біздің креміміз дайын. Осы аралықта біздің корждарымыз да пісіп шықты. Піскенін дәл осылай ағаш таяқшамен көреміз. Корждарымыздың жан-жағын дәл осылай кесіп алатын боламыз. Енді осы корждарымызды жинайтын боламыз. Креміміздің тең жартысын құйып, дәл осылай жағып аламыз. Екінші коржымызды қойып, бұның бетіне де кремімізді құйып, толығымен жағып шығатын боламыз. Тортымыздың бетін қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен жан-жағынан кесіп алған өзімнің қамырларын ұсақтап, дәл осылай сеуіп, әдемілеп сәндеп шықтым. Бетін сәндеу әрине өз еріктеріңізде. Мен байқасаңыздар дәл осылай ортасын домалақ етіп ашық қалдырдым. Ол жеріне майда шоколадты түйірлер қойдым, себебі балалар оны өте жақсы көреді. Осымен біздің балды тортымыз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Кесілгеннен ақ байқап жатқан шығарсыздар, өте жұп-жұмсақ әрі көлемі де өте үлкен. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздермен болған Гүлмира Әлібайқызы. Назарларыңызға үлкен рахмет.